Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін менде шекер паренің рецептісі. Ұнымызға манна крупа, сахарная пудра, разрыхитель және де тұзымызды саламыз. Енді салқын майымызды алып, осылай үпкіштен өткіземіз ұнымызға. Енді араластырып, бір жұмыртқамызды жарамыз. Енді қамырымызды жақсылап иелейміз. Жақсылап араластырып, қамырымызды иелеп алып, пакетке салып, 20 минутқа қалдырып қоямыз. 20 минут өткеннен соң формамызды дайындап, осылай қамырымызды домалатып аламыз. Қолымызға осылай шариктер жасап, барлығын тізіп шығамыз. Домалатып болғаннан соң үстінен осылай кішкене басып қоямыз барлығын, және де 180 градуста 15 минут пісіреміз. Ол уақытта сиропымызды дайындаймыз. Суға қант, бір лимон, енді қайнатамыз. Сиропты 5 минут қана қайнатамыз. Піскеннен кейін үстіне осылай құямыз. Және де 1 сағат, 2 сағатқа қалдырамыз. 1-2 сағат тұрғаннан кейін осылай қалыңша әсемдесеңіз болады. Бетін өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз, өкінбейсіз. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.